Сәлеметсіздерме, құрметті оқырмандар. Мен бүгін редискадан өте оңай салат жасап көрсетемін. Редисканы жақсылап жуып алдым. Енді осыны жұқа етіп тураймыз. Көк жуанымызды да алып ұсақтап тураймыз. Сосын туралған редискамыздың үстіне саламыз. Укропты да ұсақтап тураймыз. Бір шым-шым тұз саламыз. Сосын үстіне бір стакан айран құйып, бәрін жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Көктем мезгілінде өте пайдалы салат, адам ағзасына дәруменге бай салат. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Маған лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.